Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз қазақ тілінің мәні мен болашағы жайлы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан сөзін назарларыңызға ұсынамыз. Осы тілімізді құрметтей білуіміз керек. Ешкімге анау сөйтпеді дейді. Мен бәрін білемін. Біздің жазушыларымыз, мәдениет адамдары, мынау тіліміз біздің жетім болды. Бәленше 20 жыл тәуелсіздіктің ішінде жетімдіктен байқұс тіліміз шықпай жүр деп зарлай берген. Бақытсызбын деген адам бақытсыз болады. Бақыттымын деп жүрсе бақытты болады. Тіліміз бар деп жүрсе тіліміз бар болады. Тіліміз жоқ деп жүрсе тіліміз жоқ болады. Ал енді жарайды, барлығын тиіп тастап, қазақ тілінен басқа тілді жауып тастап заңменен. Аузыңды ашпаңдар сөйлесең десе, онда Украина боламыз. Қазір түсінген шығар қазақтың барлығы. Соны жасап, жұрттың барлығын басынан соғып отырып, қазақтың тіліне әкеп, қан төгіс қып, тәуелсіздіктен айырылу керек па? Әлде ептеп мәселемізді шешу керек па? Мәселе сонда. Ал таңдайық, қайсысын аламыз? Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде де сабырлық керек. Болашақ біздің қолымызда. Болашақ бізге жұмыс істеп жатыр. Қазақтың саны көбейіп жатыр, тілдің ауқымы көбейіп келе жатыр. Көп облыстарда барлық іс жүргізу мәселелері қазақ тілінде өтеді. Оған ешкім кедергі жасамайды. Қазақ көп аудандар қазақша өткізеді. Оның ішінде қазір қазақша сөйлейтін басқа ұлттың азаматтары қанша? Өзің көріп отырсыңдар әр жерде. Ол да теледидарда да бар, журналистердің арасында да бар, жай адамдардың ішінде де бар. Қазір Қазақстан менен өзінің тағдырын қосқан адамдардың барлығы баласына қазақ тілін үйренеді. Ана тіліміздің құндылығы мен келешегі жайлы ойға бірге үңілейік. Сіз қалай ойлайсыз? Назарбаевпен келісесіз бе? Қазақ тілі біздің тарихымыз бен болашағымызды байланыстыратын алтын көпір. Оны сақтап, дамыту барлығымыздың ортақ міндетіміз. Егер бейне жазба ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қазақ тілінің мәртебесін бірге көтерейік.